жазып, айтып жүрген тақырыбымыз алаш тақырыбы. 20 ғасырдың басындағы алаш қайраткерлерінің қай-қайсысы да мықты, әділ, иманды, парасатты, жаны таза, оқыған азаматтар еді. Олардың көбі өркениетті елдерде білім алды. 8 тілді, 9 тілді білді. Дамыған, бәсекеге қабілетті азаматтар еді. Бұлардың мықтылығы неде деген сұрақ қоятын болсақ, бұлар ұлтына, жұртына адал қызмет еткен азаматтар еді. Өлетінін де, атылатынын да, сотталатынын да, ұрпақсыз қалатынын да бәрін білді. Біле тұра ұлт азаттығы үшін бастарын бәйгеге тікті. Сол үлкен топты тәрбиелеген тұлға Әлихан Бөкейхан. Сол Әлихан Бөкейханның айтқан бір сөзі бар. Жұрт пайдасына таза жолмен тура бастайтын ер азамат табылса, қазақ халқы бақытты болады. Ол әділ, таза болу керек дейді. Алаш қайраткерлері мемлекетті басқаруда жемқорлыққа, парақорлыққа, зиянды қылықтарға жол берген жоқ. Бұлар иманды еді. Бұлардың қай-қайсысы болса да 5 уақыт намазды оқыды. Ділі де, діні де таза еді. Оразасын ұстады, таухидты мықты болды. Тарихат жолын, хақиқат жолын білді. Сондықтан біз бұл тұлғалармен мақтанамыз. Қазіргі уақытта оқырманға алаштанушы ғалымдардың еңбегіменен Әлихан Бөкейхан энциклопедиясы да, Әлихан Бөкейханның 15 томдық шығармалар жинағы да жарық көріп оқырманға жол тартты. Біз алаш шығармашылығынан әділдікті, тазалықты іздесек, тапсақ, оқысақ, оны санамызға сіңірсек, бүгінгі Қазақстан бай, қуатты мемлекет болады. Сондықтан да әрбір ауылдағы, аймақтарда, аудандарда қалалық кітапханалардың жанынан парасат жолы орталық ашылып отыр. Бұл орталық бізді таза, шынайы, адал болуға үндеуі керек. Сондықтан кітапхана жан тазалығы, рухани орда, таза, елімізге адал қызмет ететін азаматтар сияқты болайық. Осы алаш қайраткерлерінен үлгі алайық.